Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы металдардың қышқыл ерітінділермен әрекеттесуі. Бүгінгі сабақта сіздер металдардың қышқылдармен әрекеттесуінің реакция теңдеулерін құрастырып үйренесіздер. 7-ші сыныпта сіздер металдар, қышқылдар деген ұғымдармен таныс болғансыздар. Биылғы оқу жылында металдардың қышқылдармен әрекеттесу теңдеуін зерттеп, оларды құрастырып үйренесіздер. Алдарыңызда металдардың белсенділік қатары берілген. Бұл қатарды орыстың ғалымы Николай Николаевич Бекетов жасаған. Сондықтан Бекетовтың кернеулік қатары деп те атайды. Бұл кернеулік қатарда металдар сутекке дейін және сутектен кейін деп жіктеледі. Неге бұлай жіктелуде? Себебі металдар белсенді және енжар деп бөлінеді. Сутекке дейін тұрған металдар, олар белсенді металдар деп айтылады. Ал сутектен кейін орналасқан, олар енжар металдар болады. Егер сутекке дейін орналасқан металдар мен қышқылдар реакцияға түсетін болса, онда реакция жүреді. Нәтижесінде тұз және сутек газы бөлінеді. Ал егер сутектен кейін орналасқан, яғни енжар металдар мен қышқылдарды реакцияға түсіретін болсақ, онда реакция жүрмейді. Реакция жүру үшін оны қыздыру қажет болады. Балалар, кернеулік қатарды қалай қолдану керектігі түсінікті болса, ендеше мысал жасап көрейік. Мысал үшін сіздердің алдарыңызда магний және сынап екі металы берілген. Бірінші металл магниймен егер тұз қышқылын қосатын болсақ, реакция жүріп, тұз және сутек газы бөлінген. Себебі кернеулік қатарда магний сутекке дейін орналасқан, яғни сутектің сол жағында. Ал сынап пен тұз қышқылы реакцияға түспейді. Сол себептен реакция жүрмейді. Реакцияның жүрмеу себебі сынап металы сутектен кейін, яғни сутектің оң жағында орналасқан. Жоғарыда айтылған мысалдар түсінікті болса, балалар, ендеше тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма сәйкестендіру тапсырмасы. Сіздерге берілген реагенттерді түзілетін өнімдермен дұрыс сәйкестендіру керек. Бұл тапсырманы орындауға 3 минут уақыт беріледі. Сәттілік, балалар. Сіздерге берілген уақыт аяқталды. Жасаған тапсырмаларыңызды дұрыс жауап эталонымен сәйкестендіріп тексеріп көріңіздер. Келесі тапсырма металдардың қышқылдармен әрекеттесуінің теңдеуін құрастыру. Алдарыңызда 4 сынауық берілген. Әрбір сынауықта магний, цинк, темір және мыс металдары берілген. Әр қайсысын тұз қышқылының ерітіндісімен әрекеттесуінің реакция теңдеуін құрастырыңыздар. Бұл тапсырманы орындауға 4 минут уақыт беріледі. Сәттілік, балалар. Сіздерге берілген 4 минут уақыт аяқталды, балалар. Енді жасаған жұмыстарыңызды дұрыс жауап эталонымен тексеріп көрсеңіздер болады. Әрине, балалар, мырыш, магний, темір металдарымен реакция жүреді, себебі бұлар белсенді металдарға жатады. Ал мыс пен тұз қышқылы арасында реакция жүрмейді. Мыс сутегінен кейін орналасқан енжар металдардың қатарында тұр. Өте тамаша, балалар, барлықтарыңыз бұл тапсырманы белсенді орындапсыздар. Келесі тапсырма, балалар, назарларыңызда ұяшықтарда формулалар және элементтер берілген. Осы тапсырмада артығын белгілеп және оны түсіндіріңіздер. Бұл тапсырманы орындауға сіздерге 3 минут уақыт беріледі. Тапсырманы орындауларыңызға сәттілік тілеймін, балалар. Ал, балалар, ендеше өздеріңіздің жасаған тапсырмаларыңызды бірлесе отырып, тексеріп, талқылап көрелік. Бірінші қатарда сутекті ығыстырмайтын металл бұл мыс. Себебі литий, магний, алюминий, кальций сутекті қышқыл құрамынан ығыстыра алады. Екінші қатарда темір артық болып тұр. Себебі алтын, күміс, мыс, платина қышқыл құрамындағы сутекті ығыстыра алмайтын енжар металдар. Ал темір болса, керісінше, сутекке дейін орналасқан металл болғандықтан қышқыл құрамынан сутегін ығыстыра алады. Үшінші қатарда барлық формулалар, қышқылдың формулалары берілген, тек қана қорғасын хлориді, яғни плюмбум хлор 2 бұл тұздың формуласы. Сондықтан плюмбум хлор 2 формуласы
артық болып тұр. Тамаша балалар, бұл тапсырманы барлықтарыңыз өте жоғары деңгейде орындадыңыздар. Бүгінгі сабағымызда балалар қышқылдар мен металдардың әрекеттесу бойынша зертханалық жұмыс бар. Зертханалық жұмысты жасамас бұрын әуелі қауіпсіздік ережесін еске түсіріп алайық. Барлықтарымыз білеміз, 7-ші сыныптан қышқылдармен танысқан болатымыз, Қышқылдар олар күйдіргіш зат, теріні және ағаштан, былғарыдан жасалған заттарды күйдіреді. Сондықтан қышқылдармен жұмыс жасағанда қауіпсіздік ережесін мұқият сақтауымыз керек. Егер қышқыл ерітіндісі қолыңызға тамып кететін болса, оны қатты ағынды суда жуып, жарақаттанған жерін 2%-дық ас сода ерітіндісімен сүртуді ұмытпаңыздар. Кез келген металл қышқыл ерітіндісімен әрекеттеседі ме? Оны тексеру үшін 6 түрлі металл салынған пробиркаға тұз қышқылын бір-бірден құйып көреміз. Алғашқы пробиркада қалайы металы орналасқан, оған тұз қышқылын құйған кезде не болатынын көрейік. Әзірге ешқандай өзгеріс жоқ. Темір металы салынған пробиркаға тұз қышқылын құйып көреміз. Бұнда да әзірге ешқандай өзгерістер болып жатқан жоқ. Магний салынған пробиркаға тұз қышқылын құятын болсақ, реакция бірден жүреді. Шабытты түрде магний тұз қышқылымен әрекеттесіп кетеді де сутек газы бөлінеді. Ал мыс салынған пробиркаға тұз қышқылын құйған кезде ешбір өзгеріс байқалмайды. Мырыш металы бар пробиркаға тұз қышқылын құямыз. Реакция біраз уақыттан кейін басталып кетеді. Бұл жерде де мырыш сутек газын ығыстырып шығарып жібереді. Енді кальций металы салынған пробиркаға тұз қышқылын құйып көрейік. Міне балалар, қараңдар, реакция бірден жүреді, өте шабытты түрде әрекеттесіп жатыр. Осы 6 металдың ішіндегі ең белсендісі кальций екенін байқауға болады. Осы жүріп жатқан реакциялардың нәтижесінде сәйкес тұздар мен сутек газы бөлініп жатыр. Енді реакция әлі де жүре қоймаған пробиркаларды қарап көрейік. Мыс салынған пробирканы байқасақ, бұл жерде ешқандай да реакция жүрген жоқ. Енді темір салынған пробирканы көрейік. Бұл жерде реакция жүрмегенін байқаймыз. Алайда, егерде біз бұның астына от жағып қыздыратын болсақ, онда темір металы да тұз қышқылымен әрекеттесетін болады. Бірақ бөлме температурасында реакция жүрмейді. Қалайы металының да белсенділігі темірдікі секілді болғандықтан, бұл жерде де бөлме температурасында реакция жүрмейді. Қыздырған кезде қалайы металы тұз қышқылымен әрекеттеседі. Ал мырыш пен кальций салынған пробиркада әлі де реакция жүріп жатқанын байқаймыз. Бұл жерде сутек газы бөлініп жатыр. Осы тәжірибеден байқағанымыздай, әр металл қышқыл ерітінділермен әр түрлі әрекеттеседі. Бұл олардың белсенділіктеріне байланысты. Орындалған зертханалық жұмыстан кейін дәптерлеріңізге зертханалық жұмыс кестесін толтырылу сұралады. Сіздер бұл зертханалық жұмыста не байқадыңыздар және реакция теңдеулерін жазып, қорытынды толтыруларыңыз қажет. Тапсырманы орындауға 7 минут уақыт беріледі. Балалар, зертханалық жұмыстарыңызды жазып болсаңыздар, ендеше дұрыс жауап эталонмен сәйкестендіріп көрейік. Яғни дұрыс айтасыздар балалар, қалайы магний, мыс сымы, мырыш және кальций металдарында көпіршіктер байқалады. Бірақ енді ол көпіршіктердің пайда болу қарқындылығы әртүрлі. Бір металдарда мысалы бірден пайда болып жатса, кейбір металдарда ол біртіндеп пайда болып жатты. Мысалы үшін кальцийда көпіршік бірден пайда болды. Ал қалайы ол кернеулік қатарда сутекке қарай жақын орналасқандықтан көпіршікті байқау үшін біраз уақыт қажет болды. Мыс сымы мен тұз қышқылы әрекеттескенде еш өзгеріс болмады. Яғни реакция теңдеулерін жазсаңыздар, дұрыс жауабымен тексеріп көріңіздер.
Құрметті балалар, сабақ соңында плюс-минус қызықты кері байланыс парағын толтыруды сұраймын. Бірінші бағанға бүгінгі сабақ бойынша не білдіңіз, қандай ақпарат алдыңыз? Екінші бағанда не түсініксіз болды және қандай ақпарат алу сізге қиындық тудырды? Үшінші бағанда қандай тапсырманы жасаған ұнады? Қандай ақпарат сіз үшін қызықты болды және келесі сабақта тақырып бойынша не білгіңіз келетіндігі туралы жазып кетсеңіз. Келесі сабаққа сонымен қатар үй тапсырмасы 2 белсенді және 1 енжар металдың күкірт қышқылмен реакция теңдеуін құрастырып келулеріңізді сұраймын. Осымен біздің балалар сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.